жалғыз сұранған әнші мен екен да. Бірақ осы мүмкіншілік келіп тұр ғой, неге тартынасың, неге бармайсың деп солардың айтқанда бір істеп көрейінші, қалай болады деген сияқты. Мейрамбек Беспаев ағамыздың өзі қабылдады. Жаңағы жалғаусыз, неге көп шықпайсыз деген сияқты пікірлер айтады. Хит екенін алдын ала білесіз бе, қалай хит болатындығын? Енді мен шығармашылығыма байланысты айтатын болсам, репертуарындағы ән қоржындағы бір сәтті шығу дейді ғой бір әннің. Атап айта аласыз ба, мына әншілер менің шығарған әндерімді орындап жүр деп? Қайрат Нұртас, одан кейін осы Әбдіжаппар Жаппар Әлқожа бар, Ернар Айдар, Мақпал апамыз бар, Жүнісова, Тоқтар Серіков. Өкініш бар ма? Соңына дейін төзіп берсең, бір жемісі болады. Жолдасбек 2019-да шоқ қылатын жаңалық бар ма? Осы ән кешімді бір ән сапарды бастағым келіп тұр бұйырса. Аудан-аудан, ауыл-ауылдарды аралап, өзімнің ән сапарымды бастап, күзде Республика сарайына өзімнің бір той қылып көркіретіп, бір кеш бергім келеді бұйырса. Арма қымбатты көрермен, эфирде сұхбаттайым бағдарламасы, оның жүргізушісімен Орал Камал. Бағдарламаның бүгінгі кезекті санындағы қонағы әнші, сазгер Жолдасбек Әбдіханов. Әр қашанда биік көретін мен басқадан, менің әкем, ең жақсы адам. Қош келдіңіз аға. Көңіл күйіңіз қалай жалпы? Бүгінгі концерт алдындағы қалай көңіл күй? Көңіл керемет. Себебі өзіміздің жерлестер осылай қызық деген әдем бір театр болған екен, солардың шашбауын көтеріп қуанып келіп қалдық. Енді біздің үлкен бір қуаныш той деп айтса да болады. Жалпы өнер жолындағы жоспардан бөлек жеке өмір туралы айтайықшы, кішкене көрерменге қызық болсын. Жалпы Инстаграмдағы Жолдасбек, сахнадағы Инстаграмда Жолдасбек, үйдегі Жолдасбек. Айырмашылық қалай? Бар ма айырмашылық? Енді айырмашылық болады ғой. Енді Инстаграмға енді барынша жақсы жағын көрсетуге тырысамыз ғой. Жақсы өмір сүріп жатырмыз деген сияқты. Сонда жасанды ғой, сіздің Инстаграмыңыз? Жоқ, жасанды деп айтуға болмайды. Барынша жақсы жағын көрсетіп, енді қиыншылық жағын енді халықтың өзінің күйбең тіршілігі де жетеді ғой. Оны өзіміздің қиындығымызды апарып ол жаққа салатын болсақ, көрсететін болсақ, ол да дұрыс емес деп ойлаймын мен. Әсер етеді ғой енді халыққа. Сол барынша өзіміздің өмірімізде болып жатқан қызықты жағдайларымызды, қуанышты жағдайларымызды, бір қызықты сәттерімізді ғана көрсетуге тырысамыз енді. Қазір жасыңыз қаншада? 31-де. 31-де. Отбасыңыз бар, бала-шаға? Бала-шағам бар. Қай елдің күйеуі боласыз? Сол осы Қоңыраттардың. Қай елде? Қоңырат Мақтай дейді елдің күйеуі боласы. Жалпы мынау Инстаграмда негатив комментарийлер дейміз ғой, болып жатады. Соларды жекелеп атап айтқанда, қандай негатив комментарийлер келеді? Енді білмеймін, мен көбінесе, мен Инстаграм желісінде көп жұмыс жасаймын негізі. Түбі бірақ оқисыз ғой? Бірақ оқимын, енді көбінесе, енді оны негатив деп айтуға бола ма, бойыма жалғаусыз, неге көп шықпайсыз деген сияқты пікірлер айтады. Ал басқа тарапынан ондай қазірге жоқ енді, болашақта енді. Бірақ та қазір біліп жатыр көрермен себебі сіздің мықтылығыңызды, кәдімгідей кәсіби маман екендігіңізді. Себебі Қайрат Нұртастың біраз әндері, қанша бір әндер эстрада жұлдызда сіздің әндеріңіз айтып жүр. Жүрегім сенен бақытты, мен болып көргенім жоқ әнімді, бақытты. Атап айта аласыз ба, мына әншілер менің шығарған әндерімді орындап жүр деп? Енді өзіңіз бастап айтқандай Қайрат Нұртас белсенді бастап жазған жаңағы өзімнен бөлек сазгерлігімнің жазған туындыларында өзінен бөлек әншілерге ұсынған ең алғаш рет осы Қайратпен бастадым жұмыс жасап. Одан кейін осы Әбдіжаппар Әлқожа бар, Ернар Айдар, Мақпал апамыз бар, Жүнісова, Тоқтар Серіков, көптеген барша өнердегі аға, әпке, өзіміздің үзеңгілес құрдастарымызға жұмыс жасап. Осы бүгінгі күнге дейін ең бір қуанған сәтіңіздің біреуін атап өтіңізші? Енді мен шығармашылығыма байланысты айтатын болсам, енді қатты жаңағы бір әншіні кішкене бір аяққа тұрғызатында, кішкене елге танытатында ең бастысы жаңағы репертуарындағы ән қоржындағы бір сәтті шығу дейді ғой бір әннің. Осы ойпырмай деп осы тойға
тойдағы жүрген әртіс аға бауырларымыздың ортасына қосқан сәл кішкене болса да бүйтіп танытып елдің алдына шығарған осы ойпырмай деген әнім шыққан кезде соған бір қуандым, бір шүкір етіп қатты болады. Ұстаз кім? Ұстаз енді осы бізде осы Мақтаарал ауданындағы Жетісай гуманитарлық колледжінде өзім ән саз бөлімін тәмамдадым. Сол жердегі Орынтаева Ғазиза, Мұқан Омар, көп деген. Жалпы осы сол ұстаздардың жан-жақты жаңағы тек бір ғана бізде эстрада вокал ғана болған жоқ. Одан бөлек көптеген жаңа аспаптарды жаңағы толық меңгеруге сондай мүмкіншілік берген, барын салып, еңбек терін төккен ұстаздарым көп. Өкініш бар ма? Өкініш жоқ. Болмасын Әттеген ай деп бір. Ондай жоқ. Дұшпан бар ма? Дұшпан енді болады ғой, бірақ көрмеуге тырысам. Көрмеуге тырысасыз, иә? Қай тұстарын жекелеп айтқанда? Енді жалпы сырттан келетін, жалпы дұшпанды дұшпанмын деп келмейді ғой алдыңызға, дұрыс па? Біреу арқылы танып жатасыз, біліп жатасыз, жаңағы әйтеуір сыртыңыздан келіп әңгіме айтып, ой сен туралы осындай бір әңгіме деген сияқты бір болады ғой, енді онда бір ортада болады, достардың арасында болады, басқа ортада сол әңгімемен келген кезде, бірақ барынша өзім соның анық қанығына жетіп, сол кісімен қайтып өзім танысып, табысып, қайтып одан кейінгідей мен о кісіге деген жаңағы бір теріс ойым болмау үшін, жүрегім бір тыныш салып жүру үшін барынша тырысып, сол кісімен қайттан жақын қарым-қатынаста жасап, жаңағы ақ-қарасын біліп, қайтып көңілім толғатындай сол кісіге жаңағы сыртынан былай бүйтіп жүріп, жаңағы ой бұл кісі мен туралы осындай деген сияқты деп дұшпан қабылдағым келмейді. Барынша әйтеуір дос болуға тырысамыз. Жолдасбек, ойпырмай секілді, аш секілді хиттерді қалай табады, қалай жазады? Хит екенін алдын ала білесіз бе, қалай хит болатындығын? Хит дегенді алдын ала білуі мүмкін емес. Ол жалғыз мен емес, ол менен үлкен ағаларымызда бізде осы сұрақты қоядымын әнші ағаларымызға. Осы хит деген қалай, осы не жазса хит болады, тәжірибе деп айтатын. Әйтеуір келе-келе жаңа көш сөйлет дейді ғой, келе-келе өзіңнің бір нәрсені бір жаңа толық меңгеріп, соңына дейін төзіп берсең, бір жемісі болады. Басқа жақтардан да сабақ аласың. Өзіңнің не істеп, не жасағаныңды түсінесің, білесің, одан кейін нәтижесі болады деп айтатын. Ол жаңа тәжірибеге қарай. Тәжірибе арқылы дейсіз ғой. Жолдасбек тез ашуланады дейді. Жоқ, ондай жоқ. Ол өтірік па, жалған ба? Жалпы қандай кездерде ашуланасыз? Жолдасбек ашуланғанда қалай болады? Ашуланған кезім, қай кезде ашуланғанымда ұмытып қаламыз ғой. Мүмкін жаңағы ашудың тез басылғаннан кейін де шығар. Жиі қолданатын боқтық сөз. Кеңдің деп қоя салымыз ғой. Енді өзіміздің інілерімізге ғана ғой ол. Жалпы жұлдызды жекпе-жекке тоқталайықшы. 2-ші маусымда қатыстыңыз, қателеспесем. Қаншалықты қызықты болды, қалай болды жалпы? Ол мен үшін бір үлкен бір өзімнің шығармашылығымды дамытуға жаңағы бір шабыт беріп, одан кейін де қалай жұмыс жасау керек екенін көрсеткен осы жұлдызды жекпе-жек жобасы. Ол жұлдызды жекпе-жекке жалғыз сұранған әнші мен екенмін, қатысайын деп. Бір есікті қағып барам, ол жерден жаңағыдай жоқ болмайды деген жауап аласыз. Екінші есігін қағып барам. Бірақ менде ондай қасиет жоқ еді. Бұл уақытқа дейін мен бір кісілердің алдынан барып, бір эфирге барып, болмаса бір концертке барып, мен осыған бір шығайыншы деп барудан тартынатын, ұялатын. Бірақ осы мүмкіншілік келіп тұр ғой деп бір көрейінші. Осы неге достарым айтады ғой, жаңа неге тартынасың, неге бармайсың деп, солардың айтқанда бір істеп көрейінші, қалай болады деген сияқты. Бардым, қайтпадым, бір 2-3 кісіге жолықтым. Ең соңында Мейрамбек Беспаев ағамыздың өзі қабылдады. Өзім сұранып, мен ол үшін өте есімде қалып, жаңағы сол кездегі жұлдыз жекпе-жекте өнер көрсеткенде Арман, Дүйсенов, Лұқпан Жолдасов, Тоқтар Серік, Мейрамбек Беспаев ағаларымыздың сол жердегі енді бір келіп өз несімен келді деген сияқты бір керемет бір қолдау көрсетіп, тезінше де қолдау көрсетіп, соның бәрін алғысымды айтамын сол кісілерге. Бір күшті бір әсер болды, әсер қалдырды. Жекпе-жек 3 түсіріліп жатыр. Мұнда қандай ерекшеліктер бар? Сізден көре аламыз біз 2019-да, наурыз айында, Алла бұйырса. Жұлдыз жекпе-жек 3-те біздер қатыспаймыз.
Себебі алдыңғы қатысқан жобадағы алдыңғы қатысқан әншілер қатыспайды. Қатыспаған жаңа әншілер. Біз кеше барып, кеш қонағы болып бір ән айттық. Продюсеріңіз бар ма? Продюсер жоқ. Ұсыныстар түсіп жата ма? Ұсыныстар түсті, бірақ енді қазір Сізге қалай? маған өзіммен сол өзім қолай сияқты өзіммен өзім жүріп үйреніп қалғанмын ғой енді осы. Тамаша. Жолдасбек, бір тойға қанша гонорары? Енді қазір Алматыда 500 мың дейді, рас па? жоқ, Алматыда 500 мың емес. Алматыда баға жоқ бізде. Баға жоқ, Себебі енді өзіміздің үйіміздің қасы ғой, айналасы ғой. Жалпы бай қалаларға қаншамен барасыздар? Батыс деген секілді шақырады ма? Шақырады, келіспе. Сол батыс жақтарға сол бағамен, өзіңіз айтқан бағамен бара береміз. Біздің өңірге, оңтүстікке Келе береміз. келе бересіздер, тамаша. Жағдай қарап, мен ешкім бармайсың дейтін адам да жоқ. Өзіңіз айтқандай продюсерім де жоқ. Өз еркім өзімде қалап тұрсам барам. Жолым түсіп тұрса, кіріп шығуға тырысам, мүмкіншілігі жеткенше деген сияқты. Жолдасбек, 2019-да шок қылатын жаңалық бар ма? 2019-да бұйырса енді осы ән кешімде бір ән сапарды бастағым келіп тұр бұйырса. Осы күзге дейін аудан-аудан, ауыл-ауылдарды аралап, өзімнің ән сапарымды бастап, күзде Республика сарайына өзімнің бір той қылып көркіретіп, бір кеш бергім келеді бұйырса. Мына бір сұрақты мен сізге қойғым келіп тұр. Бақ пен баптың айырмашылығы? Бақ пен бап дейсіз ба? Бұл бір сізге жақын сұрақ секілді. Бақ деген ол бапқа қарамайды дейтін сияқты, енді өзіме солай көрінеді. Ол бабы жоққа да келеді, қона салады. Ал оның бабы болмаса, ол бақты қолданамауы да мүмкін деп ойлаймын мен. Ал өзің бабыңда болып тұрып, бағың жанып тұрса, сол бабың мен бағыңды одан ары жақ қарап ұшырып алып кетуге де болады. Бабың болып тұрса. Ал бабың болмаса, бағы жанған көп қой. Бағы жанып, қайтадан сөніп қалған, жұмыс жасамай қойған. Енді сол бабының болмаған шығар деп ойлаймын мен. Бап керек. Достарыңыз көп пе? Шүкір, жетеді достар. Жалпы Жолдасбектің алға қойған мақсаттары нақты айтып беріңізші, 3 мақсатта. Алға қойған мақсат бізде әртістерді жаңағы Республика сарайында кеш беруім деп айттым. Одан кейін мақсаттар енді анық айтатын білмеймін, енді ар жағында бола беретін шығар. Қазір ешқашан көзіме көрініп тұрған жоқ. Ең бірінші сол бүкіл немді салмақты соған салып барынша. Сол кешімді өткізіп алсам, одан кейін армандауға болатын шығар. Бұйырса. Жалпы біздің оңтүстік өңіріне, барлық қазақстандықтарға жолдайтын сәлеміңіз болса жолдауға болады? Рахмет сіздер, бүгін біздің ауылға келіп қалдыңыздар, қош келдіңіздер. Сіздерге де үлкен рахмет, осындай біздің қызық театрын осындай қолдап келіп, әртістерден сұхбат алып, әрқашанда еңбектеріңіз жана берсін. Осындай біз сияқты тай-тай басып келе жатқан әртістерден сұхбат алып, елге танытып көрсетіп жатсаңыздар, ол нұр үстіне нұр ғой. Сіздей азаматтар көп бола берсін деймін. Еңбектеріңіз жана берсін. Қонақта болған әнші сазгер Жолдасбек Әбдіханов. Қымбатты көрермен, бағдарламаның кезекті санын біз сіздерге ұсынатын боламыз. Бізден тек қана жаңалық күтіңіздер, шоу күтіңіздер. Әр күніміз көрікті, думанды болсын. Біз сізге сәттілік тілейміз, Алла берекесін берсін. Рахмет көрермен. Аман болыңыздар.